отбасында дүниеге келдім. Әпкелерім бар. Менен кейін інілерім, ата-анам ескінің көзі. Кең пейіл, жүрегі жұмсақ, жаны таза адамдар. Сол кісілердің мейіріміне оранып өскен мен үшін өмірдің алғашқы беттері ертегі секілді еді. Жылдар өте біз есейіп, әркім өз жолымен кетті. Менің арманым дәрігер болу. Ақ халатты абзал жан болып адамдарға өмір сыйлау. Құдай қаласа деген сеніммен еш қиындықсыз академияға түстім. Алғашқы күндері көзім отқа толы, жүрегім үмітке толы еді. Күн-түн демей оқыдым. Қаншама ұйқысыз түн, көзі ілмеген сәттер. Бәрі бір арманның жолында. Бірақ тағдырдың өз жоспары бар екен ғой. Академияның 4-ші жылында өмірімнің бағыты өзгере бастады. Ол менің тыныш әлемімді төңкерген жігіт еді. Бір қарағаннан-ақ жүрегім дүрсілдеп, ішімде бұрын-соңды сезілмеген сезім оянды. Сабырлы, сымбатты сөйлегенде жүрегіңді жылытып жіберетін дауыс. Алғашында уақытша сезім ғой деп өзімді жұбаттым. Бірақ уақыт өте бәрі шынайы болып кетті. Біз жиі кездесетін болдық. Таңертең хабарласып, кешке дейін сөйлесетінбіз. Ол менің болашағым дейтін, ал мен оны тағдырым деп қабылдадым. Сезім оты мені алға емес, басқа жолға жетеледі. Бір күні ол маған сенсіз өмір сүре алмаймын, тұрмысқа шықшы деді. Сол сәтте ғашықтықтан соқыр болғаныммен келісе кеттім. Оқу, арман, дәрігерлік бәрі босқа сәтте екінші орынға сырғыды. Мен махаббатты таңдадым, сөйтіп басқа орамал салынды. Студенттік партаны артқа тастап тұрмысқа шықтым. Тұрмысқа шығып академия оқи алмай 4 жыл ғана бітірдім. Барлығы мен таңдаған күйеуімнің кесірі. Өте қызғаншақ, мінезінен таяқ жеп, ауру анасының құшағына тығылып жылайтын едім. Енем өте момын жан, тек ауру болғаны болмаса. Біз үлкен бір үйде тұрдық. Қайнағам, абысын, енем және біздер. Жас отбасы деген атымыз болса да, абсыным өте нашар. Үнемі абсынымның кесірінен күйеуім ұрып тастайтын. Енем байғұсты сол абсынның кесірінен аш әрі өте жасық болып қалған. Үй қамақтағы тұтқын. Сөйтсем, абсыным бір бұты байында, екінші бұты қайнысында, екеуінде жіпте үйіріп айтқанын қылғызып отырған әпенде. Екі сорлы ұлы да бір қатыннан аса алмай туған шешесін бөлмеге қамап қойған. Енемді көргенде жылағаным әлі есімде. Ап-арық, аппақ шаштары үйісіп таралмаған көрініп тұр. Тырнақтары өсіп, әр жерінен мүжіліп түсіп қалған. Аяғының тырнағы өскені соншалық иіліп, терісіне кіріп жараға айналған. Тіпті денесінің кірі күстеніп жарылып кеткен. Байғұс кемпірді бөлмеден шығармай ұстаған. Сондағы шығармау себебі ауру жұғады деп. Енем бронхымен ауырған, көкжөтел ешқандай ешкімге жұқпайды. Тек генетика жолмен ғана беріледі. Енеме абсыным күстенген лас ыдысқа өздерінен қалған құтқан тамақты береді. Суып кеткен шай мен қатқан нанды береді екен. Байғұс енем суып кеткен қызыл шайға қатқан нанды батырып жейді. Алғаш келін болғанда осы көріністі көріп шошыдым. Енем жастайынан жетімдік көрген, өмірдің ащы дәмін ерте татқан жан екен. Тағдыр оған мейірім емес, сынақ сыйлапты. Күйеуі де енесі де күн бермей жастайынан еңсесін басып, ақыры қартайғанда ауру меңдеп, ешкімге керексіз болып қалған. Пенсиясы бар еді, бірақ ол да өз қолында емес. Сол үйдің отымен кіріп, күлімен шыққан абысыным енемнің картасын өзіне алып, ай сайынғы тиын-тебенін бұрқыратып өз қажетіне жұмсайтын. Енем болса үнсіз, қорғансыз, пәк сәбидей мүлгіп отырады. Көзіне қарасаң, бір кездегі мейірім мен үміттің орнына қорқыныш пен шарасыздық ұялаған. Кей күндері қолынан ұстап, шомылдырып, шашын тарап, тырнағын алып, ыстық шайын беріп отырамын. Сол сәтте ғана жүзіне сәл жылылық кіреді. Бірақ бұл ісім абсыныма ұнаған жоқ. Бір күні ас үйде кір жуып жүргенде ол қасындағылардың алдында маған көзін ұштаңқырып,
Мына қақпасты мәпелеп басыңа шығарма, ертең өзің бейнетін көресің, деді мысқылдап. Оның сөзі жүрегіме тіліп өткендей болды. Бірақ жауап қайтармадым. Тек енемді қолынан ұстап өз бөлмеме кіріп кеттім. Енемнің қолы дірілдеп тұрды. Қорқыныштан қалтырап сыбырлап айтты: «Қызым, ана әйел не айтса, соны істеші. Маған ол әйелден таяқ жеп қалма». Мен оны құшақтап, басын иығыма қойдым. «Енеме, мен ештеңеден қорықпаймын», деп сыбырлап. «Сіз енді жалғыз емес». Сол түні енем алғаш рет маған баладай еркелеп, көз жасын тия алмай ұйықтады. Ал менің ішімде бір үн оянды. Егер бұл үйде әділет болмаса, мен болам әділет. Үлкен әпкемнің туған күніне бару үшін 2-ақ күнге үйден шықтым. Күйеуім қасында болатын. Бірақ сол қуанышқа да мені үшін көз жасы араласты. Жай ғана туған күнге бару мен үшін үлкен сынақ еді. Күйеуімнің ашуы тағы да себепсіз өртенді. Оған да кінәлі сол абысын. «Осы сенің қатыныңның қаңғуы бітпейді екен», деп от қамай қойғандай сөйлепті. Сол сөзден басқа күйеуім мені ұрып басқа бармайсың деген. Бірақ әпкемнің көңілі үшін қанша қорықсам да еріп шықтым. 2 күннен кейін қаладағы туған күн аяқталып, көңілім сәл жайланғандай болған. Бірақ үйге келген сәтте бәрі қап-қара бұлттай төніп тұрды. Есіктен кіре сала құлағыма шыңғырған дауыс естілді. «Кәрі қақпас, сенен не пайда бар өзі?» деген абысынымның ашулы үні. Жүгіріп ішке кірсем, енем жерге құлап жатыр, ал абысыным қолында шүберек шашы тікірейіп долданып алған. Жан даусым шығып екеуінің арасына түстім. «Не істеп жатырсыз? Не үшін ұрасыз оны?» Абысынам бетіме баж етіп көрпесін бүлдірді. Іші өтіп бәрін ластаған. «Осындай лас адамға қараудан да жиіркенем», деп айқай салды. Сол сәтте жүрегім шыдап тұра алмады. «Ол сенің енең, анаңдай анамды қалай ұрасың?» Екеуміз төбелесіп қалдық. Қолым дірілдеп, көзімнен жас парлап, енемнің үстіне жата кеттім. «Болды, енеме тиіспеңіз». Енем болса әлсіз дауыспен: «Болды қызым, тоқта», деп сыбырлап жатыр. Сол күні менің көзіме өмірдің ащы шындығы анық көрінді. Бір үйде тұрып та біреудің жаны мүлде жалғыз болуы мүмкін екен. Күйеуім болса өз анасына: «Үйді састып, туалетке тышпайсың ба?» деп айқайлап. Енем бүлдіреген көрпені жуып, киімдерін тазалап, өз бөлмеме кіргізді. Күйеуім үнемі кешке бір жерге барамын деп кететін. Абысын да кешке жоғалып кететін. Сөйтсем екеуі және жүгелі мен ауыл сыртына барып білгендерін жасап жүріпті. Қайнағам сыртта жұмыста. Енеммен балаша сөйлесіп, оны екінші анамдай қарады. Оқығанымды пайдаланып дәрісін беріп жүрдім. Білмеймін, енем жәутеңдеп қараған сайын еріксіз аяп кетемін. Құдды мен осы үйге енем үшін жібергендей көрінеді. Жазық жас жанды бұл тозақтан құтқар дейтіндей. Аяғым ауырлады, бәріне шыдап жүрмін. Отбасы болғанымызға 1 жыл толмады. Қызғаншақ күйеуімнің ұрып-соғуы басылды деген үмітпен жүрген кезім. 2020 жылы жаз айы еді. Шағын ауылда тұрдық. Қалаға қатынау үшін такси группасына кіріп алғанбыз. Таңғы 8-ден өте WhatsApp'та тыныштық кете бастады. Қайта-қайта SMS дауысы естілді. Не болды екен деп қарап едім, өз кезіме өзім сенбедім. Абысын мен күйеуінің болып жатқан видеосын салыпты. Абысынның дауысы оның күйеуінің атын айтып жатқаны бәрібір естіліп тұр. Ана жердегі группада бәрі абысын мен күйеуім туралы неше түрлі жиіркенішті сөздер жазып жатыр. Арсыз абысынның қылығына шыдамадым. Ашуымды ұстай алмай, ұйқыда жатқан абысынның шашынан сүйреп төбелесе кеттік. Көңілдесінің даусынан шошынған күйеуім жүгіріп келіп мені тепкеннің астына алды. Оның баласын көтеріп жүрмін ғой, баласы емес, 2 әрпіне есі кеткен сорлы көңілдесін мен қорғап, мені тепкілеп тастады. Байғұс енем ғана шарылдап мені қорғағандай. Шешесін де итеріп жіберіп, абысынды құшақтап жатыр. Ішім бұрып, астым жып-жылы болып кетті. Енді ғана бөбегіме 2 ай болған еді. Соққыдан түсіп қалды. Қайғырып, қайырлысы осы болар деп өзімді жұбатып, өзімді-өзім сүйреп аяққа тұрдым. Күйеуімнің үстінен арыз жазып едім, тәулікке ғана қамады да ажырастық. Қоғамда ерлі-зайыптылар ұрысса, әйел таяқ жесе қалыпты жағдай екен. Заң бойынша ол жылдар.
түсік тастаған мен ол үйден кеттім, өзім ғана кетпедім, енемді де ала кеттім. Апсын мен күйеуім жібергісі келмеді. Пенсия үшін енемді ұстап тұрсыңдар, ешқандай пенсия сұрамаймын деп қадап айтты. Менің таң қалғаным, қайнағам бар шындықты білсе де ештеңе істемеді. Пенсиясын алмаймын дегенсін ғана үнсіз келісті. Енемді ертіп өз үйіме бардым. Әке-шешем барлығын жақсы қабылдады. Жағдайды алдын ала айтып қойғам. Енемді ол тозаққа тастап кеткім келіп еді. Ол үйден өзім ғана кетсем, өмір бойына өкінетінім рас. Әпкелерім мен аңқылдаған жезделері мен үшін 6 айға пәтер жалдап, жұмыста тауып берді. Енемді алып қалада тұрдым. Әпкелеріме қонаққа барып келіп араласып тұрдық. Енемді өз анамнан кем қылмай бір үйде тұрдық. Мен жұмыста жүргенде үйде теледидар қарап отырады. Дәрілерін уақытылы ішіп жүрген енемнің беті бері қараған. Ол мені қызы сияқты қабылдап, кәдімгідей анасы мен қызындай болып кеттік десе де, ана жүрегі туған перзенттерін сағынады екен. Түрі білдірмесе де түнде күбірлеп балаларының амандығын тілеп жатады. Мен ұйықтап қалғандай кейіп танытамын. 3 жылдан кейін мені түсінетін жігітке тұрмысқа шықтым. Ол жігіт барлық сырымды қабылдап, енемді бірге қасымызда тұрды. Аллаға шүкір, бақытты отбасы болдық, бөпелі болды. Енем өз немересіне қарап бөпені сүйіп құшағына алды да көз жасын көрсетпей жылап алды. Апа, неге жыладыңыз десем, баяғыда енем балаларымның екеуін де бермей тек емізуге ғана кіретін. Кейде енем тойға кетсе сәбиімді құшып сүйіп кететініне дейін сүйіп шығатынмын. Сонда енем, жарықтық ауруың жұғады, балаға жолама деп 2 ұлымды қолыма ұстатпады. Сол 1-2 ұлы қартайған анасының дәретінен жиіркеніп талай жыл ұрған ғой. Енемнің айтуы бойынша бәріне абысын кінәлі болып тұр. Әлі күнге дейін ұлдарына шаң жуытпайды. Абысын екеуін дуалап алған. Не десе де туған балалар ғой. Міне 5 жыл өтті. 2 ұлы да іздеп келмеді. Енемнің көңілі үшін ертіп Қарашарыққа келдік. Абысыным сотталып кеткен, рет шешіп беремін деп елді алдап, ақыры темір торға түсіпті. Үй атына аударып алған. Ол қарыз жабу үшін сатуға қойған екен. Жас отбасы сатып алыпты. Қайын ағам мен бұрынғы күйеуім Алматыда жұмыста жүр екен. Көршіден сұрап алып звондап едік, телефон көтере қоймады. Кейін тағы звондағанда, ауру кемпірді неге айтып тұрсың, өзің алып кеттің ба, өзің бақ, хабарласып мазамды алма деп боқтап айқайлады. Енем барлығын естіп үнсіз жылап қалды. Содан кейін еш уақытта ұлдары туралы ештеңе сұрамады. Сөйтсем бәрімен қоштасып жүрген екен. Осы жаздың шілде айында өмірден озды. Маған ақ батасын беріп, соңғы сөз, ұлдарым келді ма деп сұрай берді. 2 ұлы да телефон көтермей естіді, бәлкім естімеді, келмеді. Бұл әңгімені инстаграмдағы өз ұлынан таяқ жеп қайтыс болған әкені көргелі баяндауға шешім қабылдадым. Сол атаның видеосын көріп еріксіз жыладым. Өйткені енем де сондай тағдырды көшкен, жайы жаннатта болсын, апа.